Әлеуметтік желіні пайдаланушылар, бүгін сарайшық жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Сол сарайшықтағы музей қорықтың іргетасын қалаушы, өлкемізге белгілі тарихшы, өлкетанушы Мұстажап Намазғалиев ағамыз жөнінде әңгімелемекпін. Мұстажап Намазғалиев 1928 жылы бұрынғы Новогат ауданы, қазіргі Исатай ауданында дүниеге келген. Ол жоғарғы білімін алып келгеннен кейін Абай атындағы Қазақ педагогика институтын аяқтағаннан кейін Гурьев облысының, қазіргі Атырау облысының орта мектептерінде тарих пәнінің мұғалімі, мектеп басшылығында қызмет атқарған тұлға. Мұстажап Намазғалиев өзінің бар саналы ғұмырын жас ұрпақ тәрбиелеуге жұмсаған бірегей ұстаз. Олай дейтін себебіміз, Мұстажап ағамыз өзінің туған өлкесінің тарихын жанындай сүйген азаматтардың бірі. Ол өзінің естеліктерінде жазады: мен көне сарайшық жөнінде, туған өлкенің тарихы жөнінде қызығушылықты мектеп оқушылық кезінен басталған деп айтатын. Кейін мен сол көне сарайшықты тек қана 1961 жылы көру бұйырды деп жазады. Оның да өзіндік себебі бар болатынды. Сол жылдары Мұстажап Намазғалиев қала маңындағы Еркінқала орта мектебінен өзі сұранып, Махамбет ауданының сарайшық орта мектебіне тарих пәнінің мұғалімі болып орналасады. Осы кезеңнен бастап көне сарайшықтың тарихы мен сол көне сарайшықтың орнындағы табылған жәдігерлерді көзінің қарашығындай жинап сақтап, күні бүгінге дейін жеткізген сол абзал бір азаматтың еңбегі деп бағалауымыз керек. Ол өзі Мұстажап Намазғалиев ұстаз, тарихшы және өлкетанушы ретінде мынау бүгінгі бүкіл республикаға машһүр сарайшық музей қорығының іргетасын қалап, сол музейдің барлық ыстығы мен суығына күйіп өскен азамат. Ол өзінің ең басты еңбектерін, мақалаларын сол кезеңде облыстық, республикалық, аудандық баспасөзде жиі жариялап тұрды. Бұл мақалаларында көне сарайшықтан табылған жәдігерлерді жан-жақты суреттейді, жан-жақты негізге ала отырып, сол кезеңдегі сарайшықтың көне қала ретіндегі тарихтағы рөлін бүкіл жұртшылыққа әңгімелеп, оны насихаттай білген тұлға. Олардың ішінде мысалы алатын болсақ, ол өзінің еңбектерін көбінесе сол Махамбет ауданының Малды өңір газетіне мақалалар жайлап, тек қана сарайшық жөнінде ғана емес, өлкетанушы ретіндегі Атырау облысының, соның ішінде мынау өлкеміздің тарихын жан-жақты зерттеп жазғандардың бірі. Оның еңбектері күні бүгінге дейін сақталған мынау баспасөздегі материалдары қазір Алматы қаласындағы ұлттық кітапхана қорында сақталған. Мен ол кісінің осындай ғылыми мақалалармен таныса жүріп, олардың көпшілігін жинауға қол жеткіздім. Солардың бірі мынау 1969 жылы жазылған өзінің сарайшықтың сыры көп деген мақаласында, Малды өңірде бір бет қылып жариялаған мақалада сол көне сарайшықтан табылған жәдігерлерді, мынау мыс теңгелерді, қыш құмырларды, тағы да басқа көптеген қазба жұмыстарынан және су шайып кеткеннен кейінгі шыққан мынау жәдігерлердің барлығын сол өзінің құрған, ұйымдастырған музейіне жинақтап, және оған тізім жүргізе бастады. Және ол сол 1971 жылы Малды өңір газетіне жарияланған мақаласында тарих сабағы және туған өлке шежіресі атты үлкен мақаласында осы сарайшықты кеңінен насихаттайды. Кейін ол өзінің осындай үлкен ұстаздық тәжірибелік шеберлігімен Москва қаласында өткен бүкіл одақтық өлкетанушылар конференциясында баяндама жасайды. Сонымен қатар Мұстажап Намазғалиев ағамыздың тағы бір
өзіндік қыры, ол тек қана ұстаздықпен айналысып қана қоймай, балаларды ғылымға баулуға ерекше көңіл бөлді. Оның айғағы 1972 жылы және 1974 жылы Сарайшыққа келген ғалым археолог Галкинмен бірлесе отырып, мектеп оқушыларының олардың археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқандағы кезеңдерін алып барып көрсетіп, танысып, және сол ғалымнан дәріс тыңдатуға ұйымдастыра білген ұстаз. Ол кейін Галкинмен хат арқылы байланысып тұрды. Бір ғана мысал, 1974 жылы Галкин кездескеннен кейін, ол өзінің Москваға барғаннан кейін Мұстажап ағамызға хат жазып, өзінің ой пікірлерін айтып, тағы да уақыты болатын болса, осы көне сарайшықтан, көне сарайшық орнынан қазба жұмыстары жүргізу жөнінде ұсыныс пікірлерін, ақыл кеңестерін алмасып отырған. Яғни өзінің, сонымен қатар Мұстажап ағамыздың сол Москвадағы, сол кезеңдегі Советский археология деген журналына шыққан мақалаларын қоса жіберген. Және Мұстажап Намазғалиев ағамыздың Малды өңір бүгінгі Жайық Шығыласты газетін жарық көрген 30-дан астам ғылыми мақалалар бар екендігі белгілі. Бұл мақалалардың барлығы осы туған өлкемізге, Сарайшыққа қатынасты көптеген құнды деректер мен материалдар бар екендігі сөзсіз. Сонымен қатар Мұстажап Намазғалиев өлкетанушы ретінде, музейдің іргетанысын қалаушы ретінде мына мектеп оқушыларына, соның ішінде Сарайшық орта мектебінде үлкен жұмыс атқарды. Сол жұмыстардың бірі музей ұйымдастыру болды. Ол өзінің бір еңбектерінде мақалаларын жазады. Мен көзімнің қарашығында жинаған көне Сарайшықтың орнынан табылған барлық жәдігерлерді мектепке оқушылардың көмегімен, сонымен қатар ауыл тұрғындарының көмегімен жинақтадым. Және күні бүгінге дейін сол материалдардың барлығын мен тізімге алдым. Және ол осы Атырау ол кезде Гурьев облыстық музейдің бір филиалы ретінде тіркелді деп жағымды жаңалықтарды жазады. Ал мектептегі музейге келетін болсақ, ол өзі сол бірінші мектептің музейді бірнеше бөлімге бөлген екен. Бірінші археология бөлімі, нумизматика бөлімі, этнографиялық бөлім, табиғи бөлім, топономикалық бөлім, яғни азамат соғыс жылдарында деп арнайы бөлген екен. Бұның өзі осы музейдің, болашақ музейдің іргетасын қалауда осы 6 бөлімнің өзіндік орны бар екендігі белгілі. Күні бүгінге дейін мынау Мұстажап ағамыздың артына қалдырған ірі мұралары бүгінгі таңда Сарайшық музей қорығының жәдігерлері ретінде бүкіл жұртшылыққа қалай берді. Мынау өлкемізге келген, шетелден келген туристерге, қонақтарға таныстырылып, біздің өлкеміздің өткен тарихынан сыр шертетін жәдігерлер күні бүгінге дейін өзінің құндылығын жоймай келеді. Сондықтан да Мұстажап Намазғалиевтің еңбегінің өлшеусіз екендігі кейінгі ұрпақ біле жүргені жөн деп білеміз.